Пері көші. Қойшыбек мүбәрак. Бірінші бөлім. Көке, Торлысайға бейтаныс біреулер келіп қонып жатыр екен. Қай ауыл? Білмедім. Шамасы біздің жағдайымызды білмейтін біреу шығар. Әтең бар ма? Маған келіп кетсінші. Қазір шақырамын. Бозбала тез басып үйден шыға жөнелді. Ух! Деп ауыр күрсінген Мәлік кигіз үйдің түрулі тұрған етегінен анадайдағы бір топ кәрейменнің түбіне қарады. Жасы 50-ден енді асқанымен өзі тым ерте қартайып қалған іспетті. Орнынан әзер қозғалады. Бет-аузын айқыш-ұйқыш шандаған әжімдер. Тереңге тартып кеткен шүңет жанарына Шәкене ғана итарқа түсті. Айпарадай ашық тұрған итарқаның аузынан байлаулы жатқан жігіт өзіне ішіп-жеп тесіліп қарап жатыр екен. Әй, қайсың барсың? Бақ бөрдің су-суанын бердіңдер ме? Деп дыбыстады да құш жастыққа жантая көзін жұмып ұзақ ойға кетті. 20 жыл бұрын. Жоқ, зулап жатқан уақыт-ай десеңші, 30 жыл. Тура 30 жыл болыпты-ау содан бері. Содан бері санасында бір тыныштық жоқ. Осы кесапаттың барлығына өзін кінәлі сезінетін. Өзінің 20-дан енді асқан кезі. Асып тасыған, дәулетті болмаса да, алдындағы тете өскен, жалғыз ағасы екеуі, бірлікте атадан қалған азымалды, бөліп жарып, еншілеспей, бірге ел қатарлы күн кешкен еді. Өзі де енді үйленген. Ағасының 4 баласы бар. Жаз жайлау, қыс қыстаумен ұзақ көшетін. Ағасы сәлім жарықтық, ысбор, іске орамды жігіт еді. Ойдан орып, қырдан қырып тұрып, екі үйді сол бағатын еді. Ал өзі сал сері болғысы келді. Жаңа құрған отау жайында қалды. Жаз жайлауда көрші ауылдың таусылмайтын той-томалағымен тауық сайран құрып кететін. Артынан елген жалғыз інісі болған соң, Сәлім де жетімдікті көрсетпейін деп, аттың да киімнің де жақсысын өзіне беретін. Орта жайлаудың мал тұяғымен шыға бастаған төр жайлауға қарай көшкен ауыл араға екі қонып, межелі көне қонысқа түс ауа әзер жеткен. Түйелерді шөгеріп, артқан жүктерді шешіп түсіріп, бола бере шапшаң бой көтерген 6 қанат ақ үйдің бел бауын асығып, шандап байлап жатқан інісіне Сәлім: «Ау жарқыным, не болды? Bir жаққа асығасың ба?» деп сұрады. Әке, ертең бөктергідегі отырған 70 қызын ұзатады, соған барсам деп едім. Жарайды, онда жолың бос. Қалма, бар. Келінге добал, жаз бой үй бетін көрмейсің. Осы жол тез орал. Менде осы бір жерім ауыра ма жоқ па өзімде білмеймін. Дел сал болып жүргенім. Біраз уақыттан бері ұйқым қашты. Амандық болса, келгеннен кейін еншімізді бөліссек деп ем. Сен енді қара шаңырақтың иесісің. Неге? Қойыңыз аға, мен мал бағалмаймын. Інісі шоқ басқандай баж ете қалды. Жоқ, сен бақпайсың, мен бағам. Амандық болса, бірер жылда ана боқмұрындар да қозлақ қайыруға шамасы келіп қалады. Өзім ақпаға берем ғой. Десе де тез кел. Сосын әңгімелесерміз. Деп сөзі қысқа қайырды. Расында, біраз уақыттан бері сәп салмаған екен. Ағасы едәуір жүдеп, өңі тартыңқыраған екен. Ерулік ала келгендердің салқын қымсынан бір шараны басына бір-ақ төңкерген ол ауылмен асығыс қоштасты да қарсы беттегі жалға қарай қабырғалай жөнелген. Жалғасы бар.